Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен сметанник пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Ең алғаш жасағаннан-ақ мінсі және де дәмі керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға ұн және де қопсытқышты қосып салатын боламыз. Енді оның үстіне қант және де салқын сары майды қосамыз. Сары майды жұқа етіп турап саламыз, сонда біздің қоспаларымыз тез бірігетін болады. Міне бізде осындай ұнтақ пайда болды. Біздің массамыз осылай бірігуі қажет. Енді бір жұмыртқамызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Бізде жұмсақ қамыр пайда болады. Сіздерге де міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді дайын болған қамырымызды пакетке салып, холодильникке 20-30 минутқа қалдырамыз. Енді біз салмасын дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін 20% қаймақ қажет болады. Оның үстіне қант және де жұмыртқаны қосып араластыратын боламыз. Дәміне қарай ванилин қоссаңыздар болады. Енді барлық қоспаларымызды венчикпен араластыратын боламыз. Венчик болмаса, шанышқының көмегімен араластырсаңыздар болады, бірақ миксер қолданбаймыз. Біздің массамыз сұйық болып кетпеу керек, яғни кішкене қою болып тұру керек. Ең бастысы кішкене біріксе болғаны. Осымен біздің салмамыз дайын болды. Енді бағана холодильникке салып қойған қамырымызды алып, пакетінен босатып, осындай кольцоға немесе кез келген формаға орналастырсаңыздар болады. Бір бөлігін үлкенірек, ал екінші бөлігін кішкентай етіп бөліп аламыз. Егер қамырыңыз қолыңызға жабысып жатса, кішкене ұн сеуіп жіберсеңіздер болады. Енді осылай видеода көрсетілгендей етіп жайып шығатын боламыз. Барлық жеріне бірдей етіп тегістеп жайып шығамыз. Енді қамырымыздың екінші бөлігін шетіне осылай видеода көрсетілгендей етіп орналастырамыз. Барлығын дәл видеодағыдай жасайтын болсаңыздар, оңай және де тез дайын болады. Енді мен шанышқымен осылай шет жағын әдемілік үшін тегістеп шықтым. Бұны істемесеңіздер де болады, яғни өз қалауларыңызша. Және де шанышқының көмегімен осылай кішкене артық шығып кеткен жерін басып тегістеп шықсаңыздар болады. Міне дайын болды. Енді бағана дайындаған салмамызды үстіне құятын боламыз. Бетін осылай силиконды күрекшемен немесе қасықпен тегістеп шықсаңыздар болады. Енді пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут аралығында пісіріп аламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын болды. Піскен кезде беті осылай кішкене сарғайып піседі. Пирогты тек толықтай суығаннан кейін ғана формасынан босатамыз. Әйтпесе сынып кету қаупі бар. Осымен біздің өте дәмді сметанник пирогымыз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет болып шықты.